сіздің керемет биокремді таныстырғым келіп отыр. Биокрем 6 жылдан бері халықтың керемет аңысына бөленіп келе жатқан, әр үйде кем болса болмайтын бір өнімге айналды. Себебі бұл еңбек деген баладан еңгейген кәріге дейін, жүкті әйелдерге дейін кез келген адам өзінің ыңғайына қарай қолданыла беретін денсаулық өнімі. Яғни бұның құрамына келетін болсақ, табиғи емдік шөптер мен эфир майлардан, прополистан тұрады. Қарасаңыздар, мынандай жасыл белгісін көріңіздер міне, өте табиғи деген мағынаны білдіреді, жеуге де болады. Қазіргі кезде бұл биокремді кеңінен қолдану арқылы көз ауруларынан, көздің қызаруы, катаракты, ет басып кетуі, ақшел басып кетуі, су қараңғылық, сонымен бірге көздің қызарып кетуі, аллергиясы, жасаға беретін, қарлығатын, және құлақ аурулары, орта жолы құлақ қабынуы, құлақтың гүңгірлеп шыңылдап тұруы, естімейтін, құлақтан құлғаға беретін жағдайлар болса да, осы биокремді пайдалануға кеңес береміз. Және де гаймарит, яғни мұрын қабынуы, биян кезінде де биокремді мұрынның ішіне сыртына жағу арқылы мұрын қуысын толық тазартып отырып, бияннан, мұрын қуысының қабыну ауруларынан құтылуға болады. Стоматит кезінде, демек, ауыз қуыс ауруларының барлығында, мейлі тіліңіз ойылып кете ма, аузыңыз ойылып кете ма, қызылегіңіз қабынып тұрма, тісіңіз қақсап тұрма, жұтқыншағыңыз қабынып ангина болып тұрма, осы биокремді тамақтың сыртынан және ішінен, яғни ыңғайына қарай жағып немесе жеп пайдалану арқылы ем аласыз. Сонымен бірге ашқазан ойылуында, ашқазан жарасында, ішектің жарасында, ашқазанның түгі қырылу, қызару сияқты ауру кезінде осы биокремді жүгерінің дәнегіндегі аш қарында күніне 3-4 мезгіл жеп жүрсеңіздер, 1-2 айдың көлемінде қандай ашқазан ауру болса да қалпына келетін болады. Өт сұйылтады, бауырдағы отты айдайды, үнемі жүйелі қолдансаңыздар, бүкіл ас қорыту жолын тазартып, іштегі шлак дейді ғой, қатуды да емдеп береді. Және де кең қолданылатын қазіргі кезде тұмау, жөтелден бөлек тері аурулары, кез келген тері жарақаттары, пышақ кесіп кеткен, отқа күйіп қалған, май шашырап кеткен сияқты жағдайларда осыны жаға қойсаңыздар, тыртықсыз, ет жетілдіріп, ісіксіз, дақсыз емдеп қайтаратын рол бар. Кез келген тұз жиналған, хондроз, шершеу кезінде осы биокремді жағып, массаж жасайтын болсаңыздар, денедегі тұзды алады өзіне. Шлак токсиндер сорады, сондай сіңгіш, сондай сорғыш қан айналысын ретке келтіріп отырып, ісікті қайтарады, қабынуды, суықты алады. Буын ауруы, ревматизм кезінде де жақсы көмектеседі. Көп адамдарда болатын мастопатия, кеудедегі омырау бездерінің қабынуы, ісінуі, түйін, ет өспе кезінде осы биокремді жағып пайдалансаңыздар, ешқандай операциясыз, дәрі-дәрмексіз емдеп алуға болады. Ендеше биокрем пларатин әр үйде болу керекті өнім. Барлықтарыңыз